everyone, welcome to the English lesson with English class. So let's start. Our today's topic it's past simple. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгінгі сабақта біз past simple тақырыбын талқылайтын боламыз. Ал ендеше бастайық. Past simple дегеніміз не? Past simple is a verb tense. We use the simple past when it happens in past. Past деп тұрған өзінің мағынасы өткен деп тұр. Демек, өткен шақтың мағынасын білдіреді. Бұл арқылы біз не қорытындылаймыз? Past simple жедел өткен шақ. Past simple етістігі өтіп кеткен іс-әрекетті білдіреді. Яғни, кеше немесе алдыңғы жылы, алдыңғы апта болып кеткен іс-әрекеттерді осы past simple ережесіне сүйене отырып ағылшын тілінде айтасыз. Өткен шақта болған жағдайды айту үшін past simple'ды қолданамыз. Мысалы, сіз кеше болған жағдайды қандай да бір досыңызға немесе бір құрбыңызға айтып жатқан кезде осы past simple арқылы өткен шақты болғанын өтіп кеткен іс-әрекеті, өтіп кеткен етістік. Мысалы, қазақ тілінде мынандай ғой. Мен ұйықтаймын, дәл қазір ұйықтаймын, немесе ұйықтадым. Ұйықтап қойған, ол уже результаты бар, өтіп кеткен іс-әрекет. Бұл past simple'да дәл сондай өтіп кеткен результаты бар, сол бір шақта бітіп қойған іс-әрекет. Past simple дегеніміз, past simple is a verb tense. Ол дегеніміз қандай да бір етістік. We use the simple past when it happens in past. Өткен шақта болған жағдайда осы past simple'ды қолданамыз. Енді қазақ тіліне мысалдар келтірейік. Мен кеше таңғы ас іштім. Бұл жағдайда бізде уже формулаға сүйенеміз. Сол формуланы өту үшін біз мінекей осы жерге назар аударайық. Қазақ тілінде өте көптеген мысалдар бар. Сол бір жағдайда, мысалы, бізде етістіктер өткен шақта, осы шақта, келер шақта деп бөлінеді. Осы ағылшын тілінде де етістіктер дәл солай өткен шақта, осы шақта, келер шақта деп бөлінеді. Simple past, яғни past simple дегеніміз не? Simple past tense is also known as a second form of verb. Айта кеткендей, мысалы, мен дәл қазір ұйықтаймын десеңіз, ол дәл қазір айтып жатқан шақта етістік ұйықтаймын деп тұр ғой. Ал енді өткен шақта сіз, мысалы, мен кеше осындай сағат, осындай уақытта ұйықтадым десеңіз, етістік өзгеріп тұр. Дәл солай ағылшын тілінде де осы past simple tense'та етістік өзгереді. Етістіктің екінші формасы көмекке келеді. Simple past tense is also known as a second form of verb. Second form of verb дегеніміз сол етістіктің өткен шағы. It is used to describe an action that has taken place in the past and was completed. Бұл дегеніміз сол етістік нені білдіреді? Сол етістік сол бір жағдайда болған нәрсені, сол бір жағдайда болған етістікті білдіреді, және де оны өткен шақта білдіреді. For example, I went to the market to buy some groceries. Яғни, I went дегенде уже went деген бізде екінші шақ болады, second form болады. Бірінші шақтан екінші шаққа ауысқан өткен шаққа. To make an affirmative, мен мына жерді сіздерге түсіндіріп отырмын. To make an affirmative, we use the following formula. Яғни, әрбір формула арқылы біз affirmative жағдайды, negative жағдайды, әрі question жағдайды түсіндіреміз. Бүгінгі сабақта сіздермен past simple қысқаша түсініп кетеміз. Келесі сабақта affirmative формуласына, жалпы affirmative болымды жағдайына толығымен тоқталамыз. To make an affirmative, we use the following formula. Бұл формула бізде қандай? Subject дегеніміз бізде I, you, we, they, he, she, it, plus simple past tense of verb. Simple past tense of verb дегеніміз ол етістіктің өткен шағын жазамыз. Plus object, if any. Object дегеніміз қандай да бір action немесе сөз. Ең бастысы, сіздер форманың бастапқы есімдігімен өткен шақтағы етістікті дұрыс қойсаңыз болды. Қалған сөйлем өзі құралып кете береді реттілігі бойынша.
Ал енді to make a negative sentence we use the following formula. Бұл формулаларға кейінірек толығымен тоқталамыз. Қазір кішігірім сіздерге шолу жасап кетейін. To make a negative sentence we use the following formula. That's, oh my gosh. Subject class didn't class plus base form of verb plus object. Base form of verb дегеніміз етістіктің сол бірінші шағы. Яғни ол кезде уже өткен шағын жазбайсыз. Оған да жеке тоқталамыз. In order to ask questions we use the following formula. Үш жағдайда да бізде форма тікелей көмекке келеді. Ол жағдайда дәл сол present simple сияқты көмекші келген етістіктер алдына шығады, солай сұрақ қойылады. Ал енді сіздерге бүгін simple past'тың affirmative жағдайына кішігірім шолу тоқталайық. Яғни structure дегеніміз бізде құрылымы қалай болады? Subject plus verb. Verb дегеніміз етістіктің екінші шағы, өткен шағы қолданылады. Өйткені біз өткен шақты айтып тұрмыз ғой. Демек, етістікте өткен шаққа өзгереді. Plus object. Object дегеніміз қандай бір action, жағдай. Немесе мысалы, не болған айтамыз. Зат есім қойсаңыз болады. Used to talk about an action or event that happens in the past. Біз оны қандай жағдайда қолданамыз? Біз оны өтіп кеткен іс-әрекеттерді айту жағдайында қолданамыз. Астына қарамен беріліп қойған бұл бізде affirmative жағдайдың формасы. Мен плюс қойып қоям. Плюс дегеніміз болымды affirmative жағдайдың дегенді білдіреді. Subject дегеніміз бізде ол I, you, we, they, he, she, it plus verb. Verb дегеніміз бізде етістіктің өткен шағы, немесе ол етістік тағы да бөлінеді. Етістіктің өткен шағы болады, жайды ол өткен шақты тағы да бөлінеді. Ол етістік тағы да бөлінеді. Етістік ол күрделі етістік, жай етістік деп бөлінеді. Irregular етістік. Irregular етістік күрделі етістіктерге бізде етістік толығымен өзгерсе, жай етістіктерге, қарапайым етістіктерге бізде ed жалғауы жалғанады. Мінекей, ed жалғауы жалғанады. Ал енді не айтып кетті дейсіздер ғой? Мына жерге назар аударыңыздар. Етістіктің өзі екіге бөлінеді. Бірі regularly, екіншісі irregularly. Regular етістік дегеніміз бізде дұрыс етістік деген сөз. Ол дегеніміз нені білдіреді? Етістікке өткен шақта жай ғана не қосылады? ed қосылады. Play, dance, walk. Irregular етістік дегеніміз бізде run, read, see. Бізде жалпы regular етістік пен irregular етістік. Irregular етістік дегеніміз бұрыс етістіктер. Regular етістік дегеніміз дұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктер мен бұрыс етістіктер. Бұрыс дегеніміз дұрыс емес деген сөз. Қызылмен беріп тұрғанда дұрыс емес, жасылмен беріп тұрғандар дұрыс. Regular дегеніміз дұрыс етістіктер, irregular дегеніміз бұрыс етістіктер. Осы етістіктерге арнайы бізде жалпы кесте бар. Сол кестеге қазір мен видеоның соңында қалдырып кетем. Өте мұқият қарап, түсініп алыңыздар. Ол кестені де жеке өзін түсіндіріп кетемін. Мен етістіктер сізге түсіндірдім. Ал енді мына жағдайға қараңыздар. Мысалдарды оқып жіберейік. Мінекей. I met her yesterday. Met дегеніміз уже бізде өткен шақта тұрған етістік. Біз оның өткен шағын жазып қойған, қарамен жазылғанның бәрі бізде етістік. Етістіктің жалпы өткен шағында ed жалғанады кейбір етістіктерге полный барлық құрылымы өзгеріп кетеді. Кестеден мұқият кестені жаттап қарасаңыздар, сол жерде барлық тізім берілген, сол тізім бойынша осылай өзгереді. I saw her this morning. Мен оны осы таңертең көрдім.
ол таңертең болып кеткен іс-әрекет. You went there a year ago. Бір жыл бұрын сен ол жаққа бардың. Я, осы өткен шақты айту үшін біз осы past simple tense'ті қолданамыз. Оқушылар, бүгін біздің сабағымыз кішігірім аяқталды. Бүгінгі сабақта біз simple past'ың не екенін үйрендік. Келесі сабақта бізде affirmative плюс жағдай өтілетін болады. Яғни осы affirmative жағдайын өтетін боламыз. Сондықтан да міндетті түрде сабақтан қалып қалмаңыздар. Міндетті түрде колокольчик белгісін басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға сау болыңыздар.